Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бірге Simz Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік. Сіздермен бірге бүгінгі сабағымызда бөлшектер ұғымына кіріспе жасайтын боламыз. Сонымен бөлшектерді білу үшін ең алдымен сіздерге бір-екі нәрсе көрсетейін. Мысалы біздер күнде болмаса да бір пицца жейтін уақыттарымыз болады. Мысалы, бір пиццамыз бар. Осы пиццаны егер де 4 адам жейтін болса, олар осылай 4 бөлікке бөледі де, бір адам мына бөлігін жейді, дұрыс қой. Екінші адам мына бөлігін, үшінші адам мына бөлігін, төртінші адам мына бөлігін. Яғни бір адамның жейтін бөлігін бөлшек арқылы біздер көрсетеміз. Ол 4 бөліктің біреуін жейді деген сөзді математикада 4-тен 1 бөлігін. Мына оқылуы осылай болады. 4-тен 1 бөлігін жейді деген сөз. 4-тен 1. Мысалға 5 бөлікке бөліп, соның 2-ін алып алсақ, онда 5-тен 2 болады. Түсінікті ғой? Бұл 2-ден 5 деп оқылмайды, бұл 5-тен 2 деп оқылады. Мысалы, сыныпта 30 оқушы бар, олардың 15-і ұл, 15-і қыз болса, 30-дан 15-і ұл, 30-дан 15-і қыз болады. Мысалға, осы 30 оқушының 4 баласы 5-ке оқитын болса, үздік оқушылар 30-дан 4 бұл. Түсінікті ғой? 30-дан 15-і ұл. Осы барлық 30-дан 4 оқушы үздік. Мысалы, 15 қыз болды. 15 қыздың ішіндегі 8 қыз, олар ән айтады. Мысалға, сол 15-тен 8-і деген сөз. Түсінікті ғой? Міне, ең алдымен асты айтылады, сосын үсті айтылады. 30-дан 15, 15-тен 8, 30-дан 4 деп оқылады. Бірінші оқылуды міндетті түрде біліп алу керекпіз. Енді бөлшек ұғымына кіріспе жасау үшін бірінші бөлшектерді білу керекпіз. Бөлшектердің жаңа біздер үсті, асты деп айтып отырмыз. Бөлшек дегеніміз, мысалға, бір сан басқа бір санға бөлініп тұрса, осыны бөлшек түрінде келтіруге болады. Барлық бөлініп тұратын нәрселерді бөлшек түрінде келтіруге болады. Мысалы, А деген нәрсе Б деген нәрсеге бөлініп жатырса, бұл қалай оқылады? Б-дан А деп оқылады. Сол кездегі мына астында тұрған Б бұл бөлімі, мына А ол үстіндегі бұл алымы болып оқылады. Түсінікті ғой? Б бөлімі, А алымы, алымы бөлімі, алымы бөлімі. Есімізде сақтадық па? Енді бөлшектер екі түрге бөлінеді. Қандай бөлшектер болып бөлінеді? Ең біріншімен дұрыс болып бөлінеді. Сосын дұрыс емес деген сөз қазақшада дұрыс емес, бұрыс болып жазылады. Дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек. Бұрыс дегеніміз дұрыс емес деген мағынаны білдіреді. Сонымен бөлшектер дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшектер болып екіге бөлінеді. Дұрыс бөлшек дегеніміз алымы, яғни үстінде тұратын алымы Б-дан кіші болған кезде Б-дан. Мысалға келтіріп көрейін мен сіздерге. Қазір бірге оқитын боламыз. Міне, алымы бөлімінен кіші деп жаздық. 2-ден 1, 3-тен 2, 17-ден 3, 25-тен 24 деген сөз. Енді бұл жерде 1, 2, 3, 24 сандарының барлығы астында тұрған 2-ден, 3-тен, 17-тен, 25-тен кіші. Сондықтан бұл бөлшектердің барлығы дұрыс бөлшектер болып табылады. Бұрыс бөлшектерге мысалдар. Бұрыс бөлшек дегеніміз керісінше болған кезде. Егер де А үлкен болса Б-дан. Дәл осыларды керісінше жазып шығайық. Мысалға 1-ден 2, 2-ден 3, 3-тен 17, 24-тен 25. Міне, бұлардың барлығы дұрыс бөлшек, ал мыналардың барлығы дұрыс бөлшектер деп аталады. Дұрыс бөлшектер алымы барлық жағдайда бөлімінен кіші болады. Бұрыс бөлшектің алымы барлық жағдайда бөлімінен үлкен болады.
Енді сіздерде сұрақ туындап тұрған шығар. Егер де алымы мен бөлімі бір-біріне тең болып қалса, бұл не деген сөз? Мысалға 27-ден 27 деп қалса, бұл қалай болады? Мысалға 27-ден 27 бұл алымы бөлімнен үлкен де емес, кіші де емес, екеуі бір-біріне тең. Бірақ та осындай екеуі бір-біріне тең болып қалатын нәрселерді А және Б екеуі бір-біріне тең болып қалатын болса, онда бұл бөлшек қандай болады? Бұрыс бөлшек болады. Түсінікті ғой? Бұрыс бөлшек болады. Сонымен бұрыс бөлшек пен дұрыс бөлшек деген нәрсенің не екенін білдік. Енді бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыруды үйренетін боламыз. Сонымен бұрыс бөлшектерді аралас санға айналдыру. Бұл қалай жүзеге асады? Мысалы, біздер білеміз, 6 деген санымыз 2-ге бөлінеді. 6-ны 2-ге бөлдім деген нәрсені былай жазсақ болады, бөлшек түрінде 6, мына сызық бөлу деген мағынаны білдіреді. Сосын 2-ге бөлініп тұр. 6-ны 2-ге бөлетін болсақ, бұл 3 болатын барлығымыз білеміз. Ал бірақ, мысалға, бөлінбейтін сандарды бір-біріне бөлуге бола ма? Болады, әрине қалдықпенен, да? Сонымен, мысалға 13 деген нәрсені бөліп көрейік, нешеге? 4-ке бөлейік мысалға. 13-ті 4-ке бөлеміз, бағанменен бөлейік, 13-ті 4-ке бөлетін кезде 3-тен береміз, 12 болады, минус жасаймыз. Бұл бір қалдық деген сөз. Біздер 4-ші сыныпқа шейін осындай нәрселерді білген болатынбыз. Дұрыс қой? Бір қалдық қалады. Енді осы 13 бөлінген 4 дегеніміз егер де бөлшек түрінде берілетін болса, бұл бұрыс бөлшек. Не үшін? Себебі алымы бөлімнен үлкен болып тұр. Сонымен 13-ті 4-ке бөлген кезде неше болады? 3 бүтін болады. Сосын 4-ке бөлген кезде бір қалдық қалып тұр. Осыны жазамыз. 3 бүтін. Сосын 4-ке бөлген кезде бір қалдық. Сонда мына 3 деген міне жазылып тұр. Мына 4 дегеніміз міне тұр. Ал мына бір қалдық дегеніміз ол міне тұр. Түсінікті болды ма? 13 бөлінген 4 дегеніміз бұл 3 бүтін болады. Сосын бір қалдық қалады 4-ке бөлген кезде деген сөз. Осы секілді мысалдарды жазып көрсетейін сіздермен бірге. Құрметті достар, сіздердің назарларыңызға бұрыс бөлшектер берілген. Осы бұрыс бөлшектерді аралас санға айналдыру керекпіз. 25 бөлінген 8. 25 8-ге бөліне ме? Қалдықсыз. Жоқ, бөлінбейді. Неше бөлінеді? 25-тен кіші болатын 24 бөлінеді. 24-ті 8-ге бөлетін болсақ, 3 болады. Сосын бір қалдық қалады. Соны мына жаққа жазамыз. 3 бүтін 8-ден 1. Түсінікті ғой? 16-ны 5-ке бөле алмаймыз қалдықсыз. 15 бөлінеді. 15-ті бөлеміз 5-ке 3 бүтін болады. Сосын жаңа 15-ті алғандықтан бір қалдық қалды ғой. Сол бір қалдықты мына жерге жазамыз. 5-тен 1 болады. 20-ны 7-ге бөлеміз. 20 7-ге бөлінбейді. 20-ның ішінде 14 бөлінеді 7-ге. 14-ті 7-ге бөлетін болсақ 2 бүтін болады. Біздер 20-дан 14-ті алдық, сонда 6 қалдық қалады. 7-ге бөлген кезде 2 бүтін 7-тен 6 деп оқылады. Сонымен 15-ті 8-ге бөлеміз. 15 8-ге бөлінбейді. 15-дің ішінде тек қана 8-дің өзі бөлінеді 8-ге. 15-дің ішіндегі 8-ді 8-ге бөлетін болсақ 1 болады. Сосын 15-тен 8 азайтамыз. Неше болады? 7 қалдық қалады 8-ге бөлген кезде 1 бүтін 8-ден 7 деп оқылады. Мына жерде 40-ты 7-ге бөліп көріңіздер өздеріңіз. 3 секунд уақыт берейін. 1, 2, 3. 40-тың ішінде 7-ге бөлінетін бұл 35 қана бар. 35-ті 7-ге бөлетін болсақ 5 болады. 40-тан 35 алатын болсақ 5 тағы да қалдық бұл. Сонда 7-ге бөлген кезде 5 қалдық қалады екен 40-ты. 5 бүтін 7-ден 5. Енді 67-ні 6-ға бөлу керекпіз. 67-ні 6-ға бөлетін болсақ 67 бөлінбейді. 66 бөлінеді 6-ға. 66-ны 6-ға бөлетін болсақ 11 болады. Достар, мен жаңа сіздерге бұрыс бөлшекті қалай аралас санға айналдыру керекенін үйреттім. Енді дәл осы аралас санды керісінше бұрыс бөлшекке қалай айналдыру керек? Міне, сіздерге көрсететін боламын. Мына жердегі сан қалай оқылады? 4 бүтін 3-тен 2. Бұл аралас сан. Не үшін? Себебі бұл жерде бүтін сан да бар, бөлшек сан да бар. Бүтін, бөлшек екеуі бір-бірімен араласып тұр. Аралас сан сондықтан. Осыны біздер бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Бұрыс бөлшек дегеніміз не? Тағы да бір рет естеріңізге салып қойын. Бұрыс бөлшек дегеніміз алымы үстінде тұрған бөлімінен үлкен болатын сан. Үлкен болатын бөлшек. 4-ті 3-ке көбейтеміз неше? 12 болады. 12-ні 2-ке қосамыз. Сол кезде 14 болады. Түсінікті ғой? Мына екеуін бір-біріне көбейтеміз. Сосын сол жерде шыққан нәрсені мынаған не істейміз?
қосады екенбіз. 4-ті 3-ке көбейтеміз 12, 12-ге 2-ні қосамыз, 14 үстіне жазамыз, астындағы 3-ті қалдырамыз. Мына жерде бірден 6-ны қалдырамыз астында, 5-ті 6-ға көбейтеміз, 30 болады, 30-ға мына 4-ті қосамыз, сол кезде 34 болады. Түсінікті ғой? 10-ды 8-ге көбейтеміз 80, 80-ге 3-ті қосамыз, 83, астындағы 8-ін қалдырамыз. Мына жерде 6-ны 7-ге көбейтеміз, 42, 42-ге 4 қосамыз, 46. Астындағы 7-сін орында қалдырамыз. 2-ні 9-ға көбейтеміз, 18, 18-ге 5-ті қосамыз, неше болады екен? Әрине 23 болады. 23 бөлінген 9 болады. 13-ті 4-ке көбейтеміз, 42 болады. 42-ге жоқ, 13-ті 4-ке көбейтетін болсақ, 52 болады. 52-ні 3-ке қосатын болсақ, 55 болады сонда. 55-ті 4-ке бөліп жатырмын деген. Құрметті достар, келесі үйренетін нәрселеріңіз бөлшектерді бір-бірімен салыстыру. Бөлшектерді бір-бірімен салыстыруда білу керек нәрселер. Міне, егер де бөлшектердің бөлімдері бірдей болатын болса, 5-тен 2 немесе 5-тен 3. Ол кезде тек қана біздер алымдарына қараймыз. Мысалға, 5 бөлікке бөліп 2-ін алған көп па, әлде 5 бөлікке бөліп 3-ін алған көп па? Әрине 3-ін алған көп. Ал егер де керісінше болатын болса, мысалға, бөлімдері әртүрлі, алымдары бірдей болатын болса, алымдары 5 болсын, мына жерде 2, мына жерде 3 болсын. Онда нені байқаймыз? 5-ті 2-ке бөлгеніміз бұл 2,2-ден 1 қалады қазір. Ал мына жерде 1,. Сонымен, алымдары барлығында бірдей болатын болса, онда тек қана бөлімінің қайсысы кіші, соған мән береміз. Мына 2 кіші ғой, сондықтан осы үлкен болады керісінше. Не үшін? Себебі қараңыздар. 5 2-ке бөлінбейді. 5-тің ішінде 4 бөлінеді 2-ге. 4-ті 2-ке бөлетін болсақ 2,, сосын 1 қалдық қалады 2-ке бөлген кезде. 2,2-ден 1. Мына жерде 5-ті 3-ке бөлетін болсақ, 5-тің ішінде 3 бір-ақ рет бар. Сосын 2 қалдығымыз қалады. Сондықтан 5-ті 3-ке бөлгенде 1,3-тен 2 деп аламыз. 1,3 бар, сосын 2 қалдық қалады 3-ке бөлген кезде. Мынау 2,, ал мынау 1,. Келесі үйрету керек нәрсеміз осы еді. Егер де аралас сандар беріліп, бүтіндері әртүрлі болатын болса, бүтіннің қайсысы көп, соған қараймыз. Мысалға, мына жерде 2,, ал мына жерде 1,. Сондықтан 2,, 1,-ге қарағанда көп. Жауап мынау көп деген сөз. Келесі, мысалға, алымдары да, бөлімдері де әртүрлі бір есептер беріледі. Мысалға, қандай есептер болсын? Мысалға, 7-ден 5 көп па, әлде 6-дан мысалға неше көп па? 6-дан 4 көп па? Қайсысы көп? Біздер білмейміз. Осыған қарап айта алмаймыз. Осы жерде қандай методты қолдану керекпіз? Біздер қазір үйренетін методымыз көбелек. Көбелек методы. Ол үшін екі бөлшекті салыстыру үшін көбелек методы мынандай нәрсені айтады. Бірінші бөлшектің алымын екінші бөлшектің бөліміне көбейту дейді. Сосын бірінші бөлшектің бөлімін керісінше екінші бөлшектің алымына көбейту керек дейді. Сол кезде мына шыққан суретіміз көбелекке ұқсайтын болғандықтан осы метод көбелек метод деп аталады. 5-ті 6-ға көбейтеміз, 30 болады, оны мына жаққа жазамыз. 4-ті 7-ге көбейтеміз, 28 болады, оны мына жаққа жазамыз. 30 көп па, әлде 28 көп па? Қайсысы көп? 30 28-ден көп. Сондықтан осы үлкен болады, сондықтан 7-тен 5, 6-тан 4-тен көп деп айтамыз.